Мұнайдың төгілуі экологиялық жағынан ең қатерлі техногендік апаттардың бірі. Мұнай төгілуіне шикі мұнайдың немесе одан алынатын бензин мен дизель секілді өңделген өнімнің үлкен көлемде сыртқа ағуы жатады. Мұнайға байланысты ластанудың көп бөлігі құрлыққа тән болғанымен, үлкен сулардағы мұнайдың төгілуі кең аумақты қамтып, сол аймақты көптеген жылдарға ластауы мүмкін. Үлкен сулардағы мұнайдың төгілуі танкерлердің, бұрғылау қондырғылары мен ұңғымалардың істен шығуынан болады. Мұндай оқиғалардың орын алуы апатты салдарға келуі мүмкін. Мұнайдың суға қарағанда тығыздығы төмен, сол себепті ол су бетінде қалқып жүріп, теңіз өсімдіктеріне фотосинтез үшін қажетті күн сәулесін бөгейді. Бұл өсімдіктердің өсуімен теңіздегі қоректік тізбектің құрамына әсер етеді. Яғни күрделі экожүйе мұнай төгілу салдарынан қатты бөлінуі мүмкін деген сөз. Мұның салдарын жағалаудан анық байқауға болады. Мұнай жануарлардың жүндері мен қауырсындарына жабысып, суыққа төзу қабілеттерінен айырады. Егер олар өздерін тазалайтын болса, мұнай жұтуға мәжбүр болады. Сол себепті үсті майланған көп жануарлар не улану әсерінен, не суықтан өледі. Тазалағанның өзінде құстардың тек 1% ғана тірі қалады. Төгілген мұнайды тазалау үшін бірқатар әдістер қолданылады. Жел әлсіз кезде мұнайды су бетінде өртеу арқылы жояды. Бұл ауаның ластануы секілді қосымша зардаптар әкелуі мүмкін. Диспергенттер мұнайды сұйылтып, су бетінде ыдырату үшін қолданылады. Соның өзінде мұнайдың ұсақ тамшылары судағы кейбір тіршілік иелеріне зақым келтіріп жатады. Мұнай су бетінде қалқитындықтан, оны қоршаулар арқылы белгілі бір аумақта ұстап тұруға болады. Содан кейін ол беткі қабаттан скимминг деп аталатын процесс арқылы алынады. 2010 жылы сәуірде Мексика шығанағында мұнай платформасының жарылу кезінде тарихтағы ең үлкен мұнай төгілу болды. Жүздеген километр жағалау ластанып, шамамен 4,9 миллион баррель шикі мұнай төгілді. Тазалау құны орташа есеппен 32 миллиард долларды құрады. Жергілікті экожүйедегі биоәралуандылықтың қалпына келуіне ондаған жылдар қажет. Мұнайдың төгілуінен болған экологиялық зардаптар балама энергия көздерін дамытудың жердегі тіршіліктің тұрақты болашағы үшін қаншалықты маңызды екенін тағы бір дәлелдейді.